Бізде мына жерде әртүрлі 4 мән бар. Олардың кейбірлері теріс сандармен, ал кейбірлері абсолюттік мәнмен берілген. Біздің мақсатымыз осы мәндерді кішісінен үлкеніне қарай орналастыру. Жалпы осы кішісінен үлкеніне қарай орналастыру үшін біз ең алдымен кішілерін сол жаққа, ал үлкендерін оң жаққа орналастырамыз. Ол үшін осы мәндерді ең алдымен сандық түзуде белгілеп, әр қарай кішісінен үлкеніне дейін салыстырып көрелік. Біз сандық түзуіміз жоғарыда көрсетілген сандық түзуде сандарды рет-ретімен белгілеп көрейік. Ең алдымен бізде минус 27-нің абсолюттік мәні. Бұл деген бізде плюс 27-ге тең. Бұның мағынасы бізде минус 27 дегеніміз бұл 0-дің сол жағындағы 27, яғни 0-дің сол жағынан бастап санағандағы 27 бірлік қашықтықта жатқан сан. Сол себепті бұл бізде 27 болады, ал 27 бізде сандық мәнде бізде бұл бар. Яғни бұл деген бізде болады минус 27-нің абсолюттік мәні болады. Керемет. Келесі санымыз бізде бұл минус 17. Минус 17-ні сандық түзуден белгілеу үшін бізде мына жағдайды ескере кеткен жөн. Әр тор белгі бізде 3 бірлікті білдіреді. Яғни 0, мысалға бұл сосын минус 3, минус 6, минус 9, минус 12, минус 15, және де келесісі минус 18. Бірақ бізге керегі минус 17. Яғни минус 17, минус 18-ге кішкені жақынырақ болады. Бұл бізде болады минус 17. Керемет. Келесі санымыз бізде бұл минус 28. Минус 28 теріс сан болғандықтан 0-дің сол жағынан іздейміз. Ал сол жағында бізде минус 27-ден кейін бір бірлікке жылжытсақ, шамамен бұл осы жерде болады. Яғни минус 28. Керемет. Ендігі соңғы санымыз бізде бұл 22,4. Яғни бұл ондық бөлшегіміз бізде 22,4. Енді мысалға бізде 0-дің оң жағынан бастайтын болсақ, бізде 18 бар, одан кейінгі 3 бірлік 21 бар, одан кейін 24 бар, яғни 21, 22, 22,4 шамамен бірдей түспен белгілейік, 22,4 шамамен мынау 21 болса, мына жерде 22,4. Яғни мынау бізде болады 22,4. Бәрекелді. Енді біз осы сандық түзуге қарап, осы мәндерді кішісінен үлкеніне қарай орналастырғымыз келсе, онда сандық түзудің сол жағынан бастауымыз керек. Сол жағынан бастасақ, олардың ең кішісі бізде болады минус 28. Ал одан кейінгісі бізде болады минус 17. Одан кейін бізде болады 22,4. Және де соңғысы бізде болады минус 27-нің абсолюттік мәні. Немесе бұл бізде 27-ге тең.